Менің президент әкімшілігінен бас прокуратураға барған арызыма 14 ақпан күні азаматтарды қабылдау бөлімінің бастығы Сакен Төлеу 11-19 март күндері сіз қабылдауға кіретін болдыңыз деп жауап берген болатын. 27 март күні жазған арызыма да осы жауапты қайталап отыр. Осы күнге дейін 17 арыз жазып, барлығына осы бір жауапты алып келдім. Тек күндерін ғана ауыстырып, қайталап беріп отырды. Бұл Сакен Төлеуовтың әрекеті ма, жоқ оның астында қызметкерлерінің ісі ма? Неге бас прокуратура өздеріне барған әрбір арызды мұқият қарап тексеріп, жауап беріп, жұмыс жасамайды? Ол мекемеге ешкімнің де ерігі бар жазбайтыны белгілі. Прокуратура мемлекет атынан Қазақстан Республикасының аумағындағы барлық заңның сақталуын және қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын мекеме емес пе? Егер бұл мекеме халықтың арызын қарап жағдайын жасамайтын болса, онда біздің елге не қажеті бар? Құрметті президент мырза, осы күнге дейін өзіңіздің атыңызға 25 арыз жазып, біреуіне де бір қанағаттанарлық жауап алған жоқпын. Мүмкін өзіңізге жетпей жатқан болуы да мүмкін. Бірақ астыңызда өзіңіз сеніп сайлаған қызметкерлеріңіз бар емес пе? Халыққа көп нәрсе қажет емес. Тек жағдайын жасауға мүмкіндік беріп, әділдікті орнатып отырсаңыз жеткілікті. Егер шынымен де өзіңіздің сайлап, сеніп тапсырған қызметкерлеріңізге шамаңыз жетпей жатса, онда орныңызды босатуыңызды талап етемін. Бұл халықтың елі, халықтың жері. Халық өз елінде, өз жерінде жыламай өмір сүру керек.